Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай қыстың күні өте жақсы желінетін баклажанды икра салаттарының жасалу жолымен бөлісемін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны қарамас бұрын лайк басып, подписация етуді ұмытпаңыз. Ал достар, ең әуелі жұмысымызды, көкөністерімізді жақсылап жуып, турап алудан бастаймыз. Барлық көкөністерімізді жақсылап жуып, турап алған соң, кастрөлімізге шамамен 3,5 ожаудай сұйық май құйып, жақсылап қыздырып аламыз. Сұйық майымызды жақсылап қыздырып алған соң, үстінен пиязымызды салып, шамамен 5-10 минуттай қуырып аламыз. Пиязымыз бір шама өлген соң, үстінен болгар бұрыштарын салып, тағы да 5-10 минут қуыратын боламыз. Болгар бұрышымыз бен пиязымызды қуырып жатқан сәтте үстінен аз ғана чеснок салып, оны да қуырып жібереміз. Көпшілік адам негізі икраға ең соңынан салады чеснокты. Қуырылған чеснок салатымызға ерекше бір дәм береді. Пиязымыз бен болгар бұрышымызды бір шама қуырып алған соң, үстінен сәбізімізді салып, тағы да 10-15 минут қуырып алатын боламыз. Барлығын жақсылап 10-15 минут қуырып алған соң, үстінен баклажандарымызды салып, оны да 10-15 минут қуырып алатын боламыз. Әдейі баклажандарды ірі-ірі етіп турадым. Сіз кішілеу етсеңіздер де болады. Біздің үйдегілер осылай ірі туралған баклажандарды жақсы көреді. Осы жерде көкөністерімді екіге бөліп, екі кастрөлде қуыруға тура келді. Себебі менің көкөністерім бұл кастрөлге негізі көптік қылды. Сондықтан екі кастрөлге бөліп қуырып алдым. Баклажанымызды жақсылап қуырып алған соң, үстінен қызанақтарымызды салып, біршама араластырып, 45-40 минутқа қайнатуға қоямыз. Бойынан суы бөлініп шығуы қажет. Ешқандай да бұл салатқа су қосудың қажеті жоқ. Міне осылай бойынан суы бөлініп шыққан соң, дәмдеуіштерімізді салуды бастаймыз. Мен бұл жерде бір пачка универсальный және 10 шақтыдай лавр жапырақтары менен 2 ас қасық қара бұрыш пенен 3 ас қасықтай тұз қостым. Дәмдеуіштерімізді салып жақсылап араластырып алған соң, үстінен 3 дана ащы бұрышымызбен жаңағыдан артылған чесногымызды салып, тағы 20 минуттай уақытқа қайнатуға қоямыз. Отын баяулатып қойсаңыздар да болады. Салатымыз бұрпылдап, жай қайнауы қажет, себебі асты алып қалуы да мүмкін. Шамамен 20 минуттай қайнап болған салатымызды алдын ала зарарсыздандырған банкілерімізге құйып, арнайы банкі жауатын құрылғы арқылы банкілерімізді бір шетінен жауып бастаймыз. Ал достар, осымен біздің баклажан қосылған салаттарымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыз.